Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сіздерге мынау халық банкінен 20 сандық цифр керек болып тұр. 20 сандық керек болып тұр. Сіздер мысалға соны алған күннің өзінде де бір жағдай болуы мүмкін. Қателесіп, мысалға кейбір банктерге мынандай нәрсе керек емес. Мысалға айтқанда, мысалға тип счет деп тұр. Тип счеттің астында текущий счет деп жазылып тұр. Ондай нәрсе керек емес, ондай жазылып тұрған нәрсе керек емес та. Оның астында цифрмен жазылған нәрсе керек болып тұр. Сондай сұрап отыр сізден. Ол үшін не істеуіңіз керек? Сіз қайтадан жаңағы неге Home Bank'ке кіресіз. Яғни Play Market'тен скачать етіп аласыз Home Bank'тен. Соған кіресіз. Соған кірген кезде сіз мына неде тұрсыз? Главныйда тұрсыз, міне. Главныйда тұрсыз. Енді қараңыз. Сол главныйдың астына сәл түссеңіз, виза карт деп тұрады. Виза деп тұрады. Сол визаның несінде, мына жерінде сан тұрады 48-42. Ол картаңыздың соңғы цифрының, соңғы 4 саны, картаңыздың соңғы. Соған кіресіз, соны үстінен басасыз. Қазір тоқтай тұрыңыздар. Соны үстінен басасыз, кірдіңіз. Кіргеннен кейін, мысалға, не жерде не тұрады? Реквизит деп тұрады. Сол реквизит деген нәрсені басасыз. Реквизит деген нәрсені басасыз. Реквизит деген нәрсені басқан кезде сіздерге осы жерде IBAN деген нәрсе, виза деген жазуларды естіген до мысалы 8-ші ай 23-ші неге дейін, жылға дейін жарамды деп жазылып тұр. Соның астында мына жерде уведомление о счет деген жазу бар. Сол жазуды басасыз. Сол жазуды басқан кезде күтіңіз, міне жерде шығады. Міне жерде жаңағыдай тип счет деп жазылып тұрған еді. Астында текущий счет деп жазылып тұрған. Міне жерде тип счет деген жазу бар болса, астында текущий счет деген жазу ғана бар еді алдында көрсеткенімде. Енді қарасаңыздар, мына жерде тип счеттің орнында номер карточки и к данному текущему счету в карточной базе деп тұр. Соның астында цифрмен жазылған сандар тұр. Арасында жұлдызшалар бар. Осы нәрсе керек болып тұр сіздерге. Осыны осылай аласыздар. Егердем сіздерге пайдам тиіп жатса, менің каналыма жаздыңыздар. Рахмет.